Балалар, сендер шын динозаврды көргілерің келеді ма? Мен қазір сіздерге Алдияр деген баланың динозаврмен достығы туралы ертегі айтып беремін. Бір жасыл орманда ақылды, батыл Алдияр деген бала өмір сүреді. Ол әрқашан жаңа нәрселерді үйреніп, қызықты оқиғаларға тап болуды армандап жүреді. Оның ең үлкен арманы нағыз динозаврды көру еді. Бір күні Алдияр орман ішінде серуендеп жүріп, үлкен жұмыртқа тауып алады. Ол жұмыртқаны қолына алып, таң қалып қарап тұрғанда, ішінен сәл-пәл сыбдыр естиді. Кенет жұмыртқа тырс етіп жарыла бастайды. Бұл не болуы мүмкін деп Алдияр қарап тұрады. Жұмыртқаның ішінен кішкентай сүйкімді динозавр шығып келе жатыр. Оның көздері мөлдіреп, терісі жасыл сары түсті болып тұрады. «Вау, сен қандай кереметсің!» деп Алдияр қуанады. Алдияр динозаврды Дино деп атайды. Ол Диноны жасырын түрде бағып, оған жем-жидек, су әкеп беріп тұрады. Бірақ күн өткен сайын Дино өсіп, үлкен болып кетеді. Бір күні қатты дауыл соғып, көпір құлап қалады. Оған адамдар әлдері келмей, өзеннен өте алмай, қиын жағдайға тап болады. «Бізге көмектесетін ешкім жоқ па?» деп адамдар тұрған кезде Алдияр келеді да, «Бізге Дино көмектеседі» дейді. Алдияр Диноға «Көпірді орнына тұрғызып берші» деп сұрайды. Дино үлкен әрі мықты болғандықта ол арқасымен адамдарды өзеннің арғы жағына өткізіп бастайды. Бүкіл адамдар оған риза болып, таң қалып қарайды. «Бұл нағыз батырлық қой» деп адамдар таң қалады. Дино ауылдың қорғаушысы деп атанып, Алдияр мен оның достығы мықты болады. Әбілқайыр мен Салих ертегісі. Ұшы-қиыры жоқ кең далада Әбілқайыр есімді батыл және ақылды бала мен оның сүйікті інісі Салих өмір сүреді екен. Олар бір-бірін қатты жақсы көреді және әрдайым бірге жүреді екен. Бір күні олардың ауылында үлкен дауыл соғып, айналаны шаң мен құм басып қалады. Дауыл басылғаннан кейін олар адамдары су көзінің тартылып қалғанын байқайды. Егер жақын арада су табылмаса, ауылдағы барлық тіршілік қиындыққа ұшырайтын еді деп айтады. «Біз су көзін тауып, ауылымызды құтқаруымыз керек» дейді Әбілқайыр. «Бірақ ол қалай?» деп таңғалады Салих. Әбілқайыр атасының айтқан ескі аңызын есіне түсіреді. Кімде-кім биік таудың арғы жағына өтсе, сол жақта өмір сыйлайтын бұлақ табады. Екеуі ұзақ жолға дайындалып, таң атпай жолға шығады. Олар шөлді жерлерден өтіп, қалың орманнан өтіп, ақыры биік тауға жетеді. Бірақ таудың етегінде үлкен арыстан тұр екен. «Кім менің тауыма өткісі келеді?» деп күркірейді арыстан. Салих қорқып Әбілқайырдың артына тығылады. Бірақ батыл жігіт сабырлы күйде арыстанға жақындап, «Біз ауылымызға су керек болғандықтан бұлақ іздеп келдік. Егер сен бізді жіберсең, біз сенің жақсылығыңды ешқашан ұмытпаймыз» дейді Әбілқайыр. Арыстан балалардың шын жүректен сөйлегенін сезіп, «Сендер шын батыл және ақылды балалар екенсіңдер. Бұлақ мына тас үңгірдің ішінде» деп жол көрсетеді. Әбілқайыр мен Салих бұлақты тауып, өз ауылдарына қайтады. Олар жолда арық қазып судың ауылға қарай ағуына көмектеседі. Содан бері ауылдың адамдары, ауылдағы бүкіл тіршілік қайтадан шайқалып, гүлденіп, барлығы қуанады.
Әбілқайыр мен Салихтың батылдығы мен ақылдылығына барша адамдар сүйсінеді. Биік таулар мен жасыл бақтарға қызығатын Медина есімді қыз туралы ертегі. Медина әрдайым Алматы туралы естіп, бұл қалаға баруды армандайды екен. Бір күні ата-анасы оған тосын сый жасап, «Медина, біз ертең Алматыға қыдырамыз» дейді. Қуанышын жасыра алмаған Медина жолға жиналып, ұшаққа отырып, үлкен қаланы көруге аттанады. Алматыға жеткен бойда ол ең алдымен Көктөбеге барады. Жоғарыға көтеріліп, бүкіл қаланың көрінісі оның алдында жайылып жатты. «Қандай әдемі!» деп таңғалады Медина. Ол телескоппен қаланы қарап, алысқа созылған көшелер мен биік ғимараттарды көреді. Келесі күні Медина медеуге барады. Мұнда ол алғаш рет коньки теуіп көреді. Алғашында құлап қала бергенмен кейін сырғанауды үйреніп, қуанышын жасыра алмайды. «Бұл нағыз ғажайып жер, анашым» деп ол күліп тұрады. Және де ол ертеңіне Медина алма бағына барады. Ол мұнда үлкен алмаларды көреді. Біреуін алып жеп дәмін татады да, Алматы неге алманың астанасы деп аталатынын енді түсіндім дейді. Араға ұзақ уақыт салып, Мединаның ата-анасы Алматыға көшіп келіпті. Сөйтіп, Мединаның арманы орындалыпты. Рамиздің айға сапары. Рамиз есімді жас ғарышкер бар екен. Ол бала кезінен бастап аспанға қарап, жұлдыздарды тамашалап, бір күні ғарышқа ұшсам ғой деп армандайды екен. «Мен ғарышкер боламын өскенде» деп айтады. Күндер өте Рамиз ғарышкерлік академиясына оқуға түсіп, жылдар бойы оқып, дайындалады. Ақыры оған үлкен мүмкіндік туып, ол айға алғашқы ғылыми экспедицияға қатысады. Ұшу күні келгенде Рамиз арнайы ғарыш кемесіне отырып, санаулы секундтардан кейін зымыран көкке көтерілді. 3, 2, 1, ұшу! Зымыран ғарышқа шыққанда, Рамиз жерге қарап, оның қандай ғажап екенін көреді. «Біздің ғаламшар қандай әдемі, оны қорғауымыз керек» деп ойланып бара жатады. Көп ұзамай ғарыш кемесі айға қонады. Рамиз скафандрын киіп, ай бетіне бірінші қадамын басады. «Мен мұндамын» деп ол арманына жеткенін сезінеді. Рамиз айдың бетінде жүріп, ерекше бір белгіге тап болады. Ол үлкен тасқа ойылып жазылған ескі таңбаларды көреді. «Бұл кімнің ізі болуы мүмкін?» деп таңғалады. Ғалымдар бұл жазуларды зерттей келе, бұл ежелгі өркениеттер туралы ақпарат екенін анықтайды. Бұл жаңалық бүкіл әлемді таңғалдырады. Рамиз айдан топырақ үлгілерін алып зерттеулер жүргізеді. Кейін ғарыш кемесіне отырып жерге оралады. Оның сапары адамзат үшін жаңа білімнің бастауы болады. Балалар оның ерлігі туралы оқып, жаңа ұрпақтың ғарышкерлері болуды армандайды. Рамиздің есімі тарихта қалады, оның ерлігі аңызға айналыпты.